Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге пайдаларына каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті күнделікті пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі видеода сіздерге Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің 1ТБ яғни төлем балансы деген есепті қалай тапсырамыз, соның нұсқаулығын көрсетемін. Орыс тілді адамдарға да оңайырақ болсын деп, экранды орыс тіліне аударып қойдым. Ең алдымен ұлттық банктың сайтына өзіміздің логин паролімізді енгізіп кіреміз. Жалпы бұл есептілікті Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің тізімінде бар шет мемлекеттегі нерезиденттармен қарыз беретін немесе қарыз алатын, аванс, тауарлар бойынша қарыз, осы операцияларды орындайтын кәсіпорындар тапсырады. Сол себепті отчетты тапсырмас бұрын бірінші сіздер өзіңіздің списокта барсыздар ма немесе жоқсыздар ма, соны тексеріп алуларыңыз керек. Ол үшін жоғарғы оң жақта бізде электронный справки деген бар, соны басамыз. Оны басып астыға қарай түсеміз. Перечень респондентов по формам отчетности и по платежному балансу деген бар. Соны басамыз және де үстіге қарай көтеріліп подписать запрос и отправить дейміз. Сол кезде біздің ECP-мыз арқылы қол қоятын окошко ашылады. ECP-мызды таңдап, қолымызды қойып жібереміз. Жоғарғы жақта бізде жаңағы анықтама көшіріледі. Ол анықтамада отчетты тапсыру керек пе, керек емес пе, сол туралы ақпарат шығады. Төменге қарай түсеміз. Төменге түскен кезде сіздің кәсіпорныңыз бұл есептілікті тапсыра ма, тапсырмай ма? Мысалға, талап етіледі деп тұр. Яғни тапсыру керек 1ПБ отчетін. Ал егерде тапсырмау керек болса, онда талап етілмейді деп тұрады. Бұны тексеріп алдық. Енді жоғарғы жақтан вернуться в кабинет деген кнопка бар, соны басамыз. Және де сол жақ қапталында модули деген бар. Соның ішінен модуль по платежному балансу дегенді теріп аламыз. Ең астына түсіп, осы жерден сюда деген кнопканы басамыз, және де үстіңгі жерінде сдать отчет деген кнопканы басамыз. Біздің барлық деректеріміз шығып тұр. Енді астыға қарай түсіп, отчеттың түрін таңдаймыз. Яғни біз 1ПБ, яғни платежный баланс туралы 1 деген отчетты тапсырамыз. Далее деген кнопканы басамыз. Қай аралыққа тапсырамыз, соны таңдаймыз. Мысалға, мен 2026 жылдың 2-ші 90-ына тапсырамын. Ары қарай басамыз. Осы жерде бізде кнопка бар. Қолмен заполнить вручную немесе загрузить файл, яғни алдын ала шаблонды көшіріп алып, сол жерден толтырылған отчетты көшіруге болады, немесе әрі қарай деген кнопканы басып, өзіңіздің қолмен толтыруға болады. Мен қолмен толтырғанды жөн деп санадым. Осы жерде бізге остатки за предыдущий период успешно перенесены деп тұр. Яғни сіздің өткен бірінші кварталда, мысалға, жыл басында остатықтар болса, сол осында өзі автоматты түрде көшіріледі. Мысалға, бірінші бет бізде респондент туралы деректер, яғни оның аты жөні, телефоны, адресі және де почтасы. Осы жерде 3 жерде аты жөнін, бухгалтердің атын, 2 жерде телефон номерін толтырып, барлығын толтырып болғаннан кейін үстіге назар аударсаңыздар, қай жерде бізде деректер бар, сол жерлер автоматты түрде жанып тұр, 3-те және 7-де. Яғни ол өткен жылғы остатықтар осы жерге көшірілді деп тұр. Бұл предприятие бойынша бізде бұл 90-да ешқандай қозғалыс болған жоқ, тек қана осы остатықтар көшіріліп тұр. Ол остатықтар яғни сіздің басқа нерезиденттерден, шетелден алған қарыздарыңыз. Ол қарыздар егерде жабылған болса, осы жерге жаңағы суманы толықтай толтырып жабылғанын көрсетесіз. Ал егерде жартылай жабылса, сол жартылай жабылған сумасын көрсетесіз. Егерде мүлдем жабылмаса, онда осы остатық тағы да 3-ші кварталға көшіріледі. 7-ші бөлімде сіздің басқа нерезиденттердің алдындағы қарыздарыңыз болатын болса, 3-ші бөлімде керісінше сіздің кәсіпорынның басқа да нерезиденттерге берген коммерциялық немесе саудалық аванстары, қарыздары болып саналады. Бұл жерде де өтелген екен, сол себепті біз толығымен сумаларды жазып, келесі кварталға, яғни 90-ға қарсыз, ешқандай остатықсыз, қалдықсыз өткізетін боламыз. 10-шы бөлім инвесторлар туралы. Ол жерге де барлығын толықтырдық. Енді барлығын толтырып болғаннан кейін
логический контроль дегенді басамыз. Егер де ешқандай қателіктер болмаса, загрузить, сохранить деп басуға болады да, черновикке сақтауға болады, немесе да загрузить деп есептілікті ECP-ның көмегімен қол қойып жібереміз. Осы жерден выбрать дегенді басамыз, подписать и утвердить отчет дегенді басамыз. Кәсіпорынның ECP-сының көмегі арқылы қол қоя аламыз. Қол қойылғаннан кейін бізге біздің есептілігіміздің тапсырылғандығы туралы, Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне өткендігі туралы осындай қағаз, яғни құжат шығады. Сол құжатты көшіріп аламыз. Бұл біздің есептің тапсырылғандығын дәлелдейтін қағаз болып табылады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар.